Сәлем оқушылар, бүгін сіздермен біз апталық тестті талдайтын боламыз. Бірінші сұрақ конденсацияға кері процесс дейді. Ең алдымен конденсация процесін еске түсіріп, ол қандай процесс еді? Конденсация дегеніміз ол бізде процесс газдан сұйыққа ауысатын процесс. Сұйыққа. Газдан будан сұйыққа. Енді оған кері процесс болса, демек ол сұйықтан газға ауысу керек. Сұйықтан газға ауысатын процесті біз булану деп атаймыз. Келесі қоңыр түсті газ, ол әрине NO2. Біз айтқанбыз, газдар бізде көбінесе түссіз болып келеді, немесе ақшыл сұр болып келеді. Түсті газдар өте аз. Соның бірі осы қоңыр түсті NO2 газы. Азот диоксид деп айтамыз, немесе азоттың 4 валентті оксиді. Келесі, ұшқыш сұйықтықтарды алдымен буландырып, содан кейін бірден салқындатып, сұйық күйге ауыстыру қалай аталады? Ол бізде әрине дистиллдеу, айдау әдісі. Біз айтқанбыз, осы әдіс арқылы бізде дистилленген су алады. Яғни бірінші сол қосылысты қайнатып буландырады. Шыққан буды салқын жерге жинасақ, ол буымыз жаңа айттық қой, салқынға барғанда сұйыққа айналады. Сол суды біз дистилленген су дейміз. Құм мен қанттың қоспасы әрине қандай қоспаға жатады? Гетерогенді. Неге? Құм мен қантты араластырғанда бізге көзімізге көрінеді, құмы қайсы, қанты қайсы. Сондықтан құм мен қанттың қоспасы гетерогенді, немесе оны айтамыз әртекті деп, әртекті қоспаға жатады. Келесі, каустикалық соданың формуласы. Бізде қалай еді каустикалық соданың формуласы? Натрий OH. Натрий HCO ол ас содасы. Натрий 2SO ол сода ішін, немесе оны кейде кальцийленген сода дейді. Құрамында кальций жоқ, бірақ кальцийленген сода деуге болады. Немесе оны кейде техникалық сода дейді. Ал натрий 2SO көбейтілген OH2 оның аты кристалдық сода. Кристалдық сода. Өйткені бұл бізде кристаллогидрат. Көбейту су болса, оларды біз кристаллогидрат дейміз. Қоспаны көрсетіңіз. Көмір қышқыл газының формуласы бізде CO2, күміс просто аргентум, оттек O2. Бізде кокс газы, міне В жауабы қоспа болып саналады. Кокс газының ішінде бізде метан бар, сутек бар, тағы да басқа газдар қоспасы көп. Сол үшін бізде кокс газы қоспаға жатады. Карбамидтің формуласы ол CO NH2 2 еселенген. 50 формуланы жаттап ал дегенімізде міндетті түрде жаттау керек сол 50 формуланы. Карбамидтің химиялық формуласы CO NH2 2 еселенген. Бұның екінші аты несепнәр, немесе мочевина. Тыңайтқыш ретінде қолданылады негізінен. Мочевина, несепнәр, карбамид дегендер. Келесі 8-ші сұраққа назар аударсақ, химиялық элемент атомының басқа химиялық атомының белгілі бір санын қосып алу қабілеті дейді. Ол әрине қандай еді? Валенттілік. Себебі валенсия бізде күш деген мағынаны білдіретін, H-хлор, H2O, NH3, CH4. Бәрінде H, бірақ сандар әртүрлі. Мұнда H біреу-ақ, хлор бір валентті. H-тың екеуін қосып алып тұр, оттек 2 валентті. H-тың үшеуін қосып алып тұр, азот 3 валентті. Көміртек H-тың 4-еуін қосып алып тұр, сол үшін 4 валентті. Келесі реакция берілген, теңестіргендегі барлық коэффициент қосындысын табыңыз дейді. Мына реакция темір қағының түзілу реакциясы негізінен. Ең алдымен металдан бастаймыз. Феррум біреу, Одан кейін бейметалға ойысады, ең сонда оттек теңеседі. Оттек теңес деген сөз болып, бәрі теңес деген сөз. Оттекті қарайық, мына 3, сутек 3. Бірақ мына оттектің саны өте көп. Түсініксіз жағдайда ең алдымен екі еселеп көреміз. Ашты санасақ, 3, алдындағы 2-мен 6 болып тұр. Мұны яқты көрейік. 2, алдындағы оттекпен 2-мен 4, мұна 2-мен 6. Демек, сутек теңесіп тұр. Енді оттекті көрейікші, оттек теңесе бәрі теңес дегенбіз.
үшеу мына жақшаның ішіндегі сыртындағы 3 пен оттек, алдындағы 2 мен 6, ал мында ше? Мында бізде 4-еу, 6-ау, 7-еу болып кетті. Демек, бір жағы тақ, бір жағы жұп болып қалды. Демек, тағы 2 еселейміз деген сөз. 2 жеткіліксіз. Демек, мында біз қазір 4-ті қоямыз. Темірдің алдына 4-ті қоямыз. Енді санаймыз. Байқап қарасаңдар, мынаның түсін өзгерте алмаймын ғой. Түсі өзгермейтін сияқты. Қарамен ұра берейік. Так, сутек бізде мына жақшаның сыртында 3 атом тұр, үшеу. Алдындағы 4 пен 12 болып кетті. Енді қарайық. Мына жақта 2 еді. Иә? Алдындағы 4 пен 8. 12-ке 4-еу жетпей тұр. Мына жақта 2 уақыт тұр, сол үшін алдына 2 қойып жібереміз. Міне. 4-еу, ана 8 пен 12. Теңесті сутек. Енді оттек санаймыз. Мұнда да оттек 3-еу, алдындағы 4 пен 12. Мұнда ше 2-еу, көрсетіп тұр ма міне, мышкамен 2-еу, алдындағы 4 пен 8, мына 2-еумен 10, мына 2-еумен 12. Реакция теңесті. Сонда барлық коэффициент қоссақ 4, оттектің алдында 1 тұр, сан жоқ деген сөз. Судың алдында 2 тұр. И қосу өнімде 4 тұр. Енді бәрін қосып шығамыз. 4-ке 1 5, 5-ке 2 7, 7-ге 4 11. Иә, ештеңе қалған жоқ қой. 4-еу, 5-еу, 7-еу, 11. Коэффициент барлық саны 11 екен. Келесі. 73 грамм 10%-тік тұз қышқылы ерітіндісі 8 грамм темір үгіндісімен әрекеттескенде түзілетін сутектің көлемі дейді. Темір үгіндісі десе, просто темір деп ала береміз. Ұнтағы десе де осы. Оған тұз қышқылын қосамыз. Ереже айтқанбыз, иә? Феррумге қышқыл қоссақ, H-хлор, онда темір экваленті шығады. Феррум хлор 2 плюс H2. Реакцияны бірінші жаздық, міндетті түрде сосын теңестіреміз. H2, хлор 2. H-хлордың алдына 2 қойдық. 73 грамм 10%-тік десе, бізге 73 граммның барлығы керек емес, 10% керек. Демек, біз аламыз да қазір 73-ті 0,1-ге көбейтіп ала саламыз. Мұнда 7-те 3 шығады. Бұл тұз қышқыл ерітіндісі. Жазамын төбесіне 7-те 3 грамм. Көрдік па? 73 граммның бәрін алған жоқпыз, тек 10%-ін алдық. Ол қайдан шықты деп түсінбей жатсаңдар, немесе 73 көбейту 10% бөлу 100%. Мұнда бізде 7-те 3 деген сан шығады. Грамм болса айтқанымыз астына мр қоямыз. H-хлордың мрі, мр H-хлор, бізде 36-та 5. Бірақ алдында 2 тұр. 2 көбейту 36-та 5 дейміз. 8 грамм темір үгіндісімен 8 грамм болса темірдің айырын қоямыз. 56. Так, түзілетін сутектің көлемі X литр. Көлем болса не қоямыз астына әрине? 22-де 4. Естеріңде болса, 2 мәлімет берілсе, қайсысы кіші саналамыз? 8-ді 56-ға бөліп көреміз. 8-ді бөлейік 56-ға. Онда бізде 0,142 шығады екен. Так. И 7-те 3-ті 73-ке бөліп көреміз. 73 қаяқтан шықты десіңдер, 2-ке 36-та 5-ті көбейтсек 73 шығады. Әрине жауабы 0,1. Онда қайсы аз? 0,1 аз. Осы азын бірден мына санға көбейте қоямыз. 0,1 көбейту 22-де 4. Сонда 2-де 24 литр шығады екен. Міне С жауап дұрыс. Түсініп ма? Міне мына пропорцияны құрдық қой, мынаумен мынаны құрдық. Мынаны алмадық. Бізге керегі мынау болды, 7-те 3 грамм болды. Осымен аз шықты. Келесі массалық атомдық бірлік МАП, немесе бір дальтон дегеніміз, ол тұрақты шама болады, не? 1,66 көбейтілген 10-27 дәрежесі килограмм, немесе 1,66 көбейтілген 10-24 дәрежесі грамм. Бұл бізде бір МАП, тұрақты шама. Бұны жаттап алу керекпіз. Келесі, көміртек атомы массасының 12-ден 1 бөлігінен берілген молекула массасы неше алар екенін көрсетеді. Қараңдар, молекула деп тұр, сол үшін бұл бізде салыстырмалы молекулалық масса, мр. Егер мына жерде берілген атом деп тұратын болса, онда атомдық масса болатын еді. Бізде молекула деп тұрған үшін жауабы салыстырмалы молекулалық масса. Молекулалық жерде к қалып кетті, молекулалық масса. Келесі. 5 моль корундтың массасы дейді. Корундтың формасы еске түсіріп алайық. Корундтың формасы бізде алюминий 2,
О 3. Елу формуланың ішінде бар еді. Масса табу үшін біз қандай формула қолданамыз? Нью көбейтілген mr. Масса тең ньюіміз 5 мол екен. Енді осыған mrді көбейтеміз. Алюминийдің айыры 27, 2-ге көбейтеміз 54. Оттек 16, мына 3-пен 48. Білеміз ғой оны. Екеуін қосқанда 102 шықты. Сол 5 молды 102-ге көбейте қоямыз. Сонда қанша шығады екен? 510, е? 510. 510 грамм. Жауабы В жауабы екен. Келесі реакция коэффициенттері дейді. Жаңа айттым мен, металдан бастаймыз деп темір 2, мында 2-ні қойып көреміз. Так, оттек 3, мына жақта 4, мына жақта 2 тұр. Демек, не істейік? 2-ні қойып көрдік, болмады, значит 2 еселеп көрейік. Мынаған 2 қойып көреміз. Мынаған демек 4 қоямыз. Неге 4 қойдық? Себебі темір 2-ден 4 болып кетті, е? Оттекті сынап көрейік. Оттек бізде 3, алдындағы 2-мен 6, мына жерде 7 болып қалды. Теңескен жоқ. Сондықтан біз теңестіру керекпіз. Мына жаққа 3 қойып көрсек, мына жаққа 3 қойып көрейік. Так, бізде 3 пен 3 деген жауап бар, е? Демек, мынаның бірі бағанағы тұра береді. 2-ні артық қойыппыз. Мына жаққа, значит, 2 қоямыз. Сонда бізде оттек қарайық 6. Оттек мына жақта 3, мынамен 6. Темір 2-ге теңесті. Сонда жауап 1, 3, 2, 3 деген жауаптар болады. Бізде жауап 1, 3, 2, 3 деген. Келесі қалыпшада 497 грамм хлордың алатын көлемі дейді. Хлор бізде газ күйінде 2 болып жүреді, е? Так, бізде мындай формула бар тұғын. Масса бөлінген молярлық масса В бөлінген ВКЖ. Так, бізде масса бар екен 497. mr бар 71. Вот сол көлем жоқ. ВКЖ тұрақты шама 22-де 4. Енді бұны табамыз. Пропорция. Бұны табу үшін 497-ні көбейтеді екен ВКЖ-ға, бөледі екен 71-ге. Аламыз да калькуляторға саламыз. 497 көбейту 22-де 4, бөлу 71. Сонда бізде 156,8 деген сан шығады. Ол бізде В жауап. Келесі 11-де 7 грамм алюминий гидроксидіндегі молекулалар саны дейді. Алюминий гидроксидінің формасы бізде алюминий OH 3 еселенген, е? Оның бізге қазір mr қажет болады. 27, оттек 3 болса 48, сутек 3. Қосып көрейік. 27, 48, 3, 78 деген жауап шығады бізде mr. Оған қандай формула қолданамыз? Масса бөлінген молярлық масса, n бөлінген n-аны қолданамыз. Массамыз бар 11-де 7, mr'іміз бар 78, n жоқ, бірақ n-а бар, 6,02, оның 23 дәрежесі. Үш жерден n тауып алайық. n тең 11-де 7 көбейтілген 6,02, оның 23 дәрежесі бөлінген 78. Енді барлығын калькуляторға саламыз. 11-де 7 көбейтемін 6,02 бөлінген 78 деймін. Сонда менде шығады екен 0,903. 0,903, оның 23 дәрежесі. Енді естерде ме, түрі қайратын кезде біз дәреже жылжытатынбыз, е? Түрі қайрып дәреже жылжыту керек болған кезде. Ол кезде қалай жасаймыз? Айтқанбыз. Би билеп ғой, естерде ме? Так, бір түр 10-ға жылжытсақ, мысалға 9,03 десек, онда бір дәрежеге азаяды, 23 емес 22 болып қалады. Міне ол ответ мына жақта бар екен. Ал 24 қылу үшін мен онда 0,903 десем, онда вот сол кезде 24 болады. Солға жылжытсақ дәреже артады, оңға жылжытсақ дәреже қысқарады. Келесі сұрақ. Қалыпты жағдайда 20 литр күкірт оксидінің массасы 10 литр оттектің массасынан неше есе үлкен дейді. Күкірт оксидінің формуласы бізде SO3, mr қанша еді? 80. Так, оттектікі бізде қанша? O2, mr 32, е? Енді есептеп көреміз. Бірінші массасын табамыз. Ол үшін мына формуланы қолданамыз, е? В бөлінген ВКЖ, так, М бөлінген үлкен М деген. Бізде мысалға мына 20 литрді алайық бірінші.
20 литр. Астына ВКЖ 22,4. Массамызды білмейміз SO3-тің. Астына мрін қоя береміз 80. Енді мді табу үшін 20-ны көбейтеміз 80-ге, бөлеміз 22,4-ге. 80 көбейту 20, бөлеміз 22,4-ге. Сонда бізде 71,43 шығады почти грамм. Екіншісін табамыз. 10 литр бар бізде. 22,4 ВКЖ тұрады. Масса 12 керек бізге. Асты 32. Так, масса 12-ні табу үшін мынаны М2, мынаны М1 дей салайық та. Так, онда біз 10-ды көбейтейік 32-ге, бөлейік 22,4-ге. Так, не жаққа жазылады? Ол жаққа жазылмай қалады екен. 10 көбейтілген 32 бөлінген 22,4-ге. 14,28 шығады екен. 14,28 немесе 29 деп алсақ та болады. Енді қайсы үлкен? Как раз мынаны сұрап тұр, өзде. 71,43-ті бөлемін 14,28-ге. 14,28-ге. Мынау SO3-тікі, мынау O2-нікі. Екеуін бөліп жатырмыз. Қанша есе үлкен болғанын табу үшін. 71,43-ті бөледі екен 14,28-ге. Сонда менде ровно 5 шығады екен. 5 есе үлкен. Ол бізде С жауап. Келесі. Күкірттің массалық үлесі көбірек қосылысы дейді. SO2-дегі S-ті не алу үшін біз М2-лерін тауып алайық. Так, 32, 64, Так, мына жерде қанша болады екен есептеп көрейік. 2, 32, 48. 82 екен М2. 98 жатталып қалды уже, мынанікі 80 М2. Енді омега S-ті табу үшін біз мына жерде S біреу ақ. 32-ні 64-ге бөлуіміз керек. 32-ні 84-ге бөлуіміз керек. 82-ге, сори. Так, 32-ні 98-ге бөлуіміз керек. 32-ні 80-ге бөлуіміз керек. Сонда логично шығады. Қайсында ең көп әрине? SO2-де, себебі бұның арты бөлімі аз болып тұр, Бұда 50%. Жартысы, яғни SO2-де 50% күкірт бар, 50% оттек бар. Мұнда уже азаяды. Неге? Өйткені бөлімінде көп сан уже 82, 80, 98 деген сияқты. Ал егер күкірттің массалық үлесі ең аз қосылыс болса, онда мынау болатын еді. Себебі астында бөлшек аз, көп дегенім, кешірім сұраймын, 98. Келесі, фосфиннің қалыпты жазатық тығыздығы дейді. Фосфиннің формуласын тауып алайық. Фосфин бізде H3. Фосфин. Сарымсақ иісті газ. Қалыпты роды табу үшін біз молярлық массаны ВКЖ-ға бөлетінбіз. Осы формуланы жаттап алу керек деген. Ол үшін маған H-тың М2 керек. H-тың М2 менде қаншаға тең? 31 қосу 3 тең 34-ге тең. Сонда 34-ті мен 22,4-ге бөледі екен. 34 бөлем 22,4. 1,17 шықтыр. Біз оны жуықтап 1,52 деуімізге болады. Тоқтай. Ров шығаратын форманы ұмытып қалмау керек. Ол өте керек тестте. Келесі, құрамында 63,2% марганец және оттегі бар қосылыстағы марганецтің валенттілігі дейді. Оны таппас бұрын бірінші форма табу керек. Ол үшін 63,2-ні марганецтің айырне бөлем. 55 қой. 36,8-ді оттекке бөлем. 16. Мынау 55. 65 емес, 55 марганец. Так, мынау марганец менде, мынау оттек. Көрейік. 63,2-ні бөлейік 55-ке. 1,15 деп алсақ болады сияқты. Так, 36,8-ді бөлейік 16-ға. Сонда бізде 2,3 шығады екен. Естерде ма? Екеуі қайсысы аз, соған бөлеміз. 1,15-ге бөлеміз. 1,15-ге бөлеміз. Мынадан 1 шығады, мынадан 2 шығады. Сонда бізде формула марганец O2 болып шығады. Оттек 2 валент екен ескерсек, 2-ні көбейтеміз 4. Сонда бұл жердегі марганеціміз 4 валентті болып тұр деген сөз. Себебі формуламыз MnO2 болып шықты. MnO2, SO2 дегендердің бәрінде негізінен 4 валентті болады оттектің қасындағы.
орын басуға жататын реакция дейді. Бірінші реакция бізде алмасу. Неге? Алюминий хлор 3 плюс су шығып кетеді. Так, теңестіріп жіберейік. 2, 6, 3. Бұл уже алмасу болып кетеді. Келесі цинк плюс H хлор. Әрине бұл орын басу. Цинк хлор 2 плюс сутек газы шығады. Айтайық қой, бір күрделі, бір жай зат болса орын басу. Келесі хлор 2 плюс калий бром. Хлор бромның орнын баса алады. Демек калий хлор плюс бром 2 шығады. Теңестіріп жіберейік. Сонда орын басу бізде В болып тұр және С болып тұр. Купрум О плюс HNO3. Онда бізден купрум NO3 2 еселенген және су шығады. Бұл бізде алмасу. Екі күрделі зат ауысып отыр. Калий H хлорда сонда, калий хлор плюс су шығады. Бұл да алмасу. Келесі H2 ыдырайды. H2 және оттекке. Бұл бізде әсіресе оттек пен сутектің алыну жолындағы реакция естерінде болса, зертханалық алыну жолы. Химиялық құбылысқа жататын құбылыс. Шынының балқуы ол физика, судың булануы ол физика, сүттің ашуы ол химия, тамақтың бұзылуы химия. Лактазды ұсақтау ол форма өзгеріп жатыр физика, сүттің қайнауы да физика. Келесі 23-ші сұрақта не дейді? Мына заттардың формулалары берілген дейді. Осылардың ішіндегі жай заттар саны дейді. Жай зат деген білеміз, бір ғана химиялық элемент атом түрінен тұрады. Оттектен ғана тұр біреу, хлорден ғана тұр екеу, мынау уже күрделі зат. Натрий жай зат, H3PO4 күрделі зат, 3 элементтен тұрады. P4 жай зат. Демек, жай заттардың саны 4. Олар кім болды? O3, S8, натрий және P4. P4 деген ақ фосфор. S негізі жалғыз өзі жүреді, бірақ именно S8 деген, S4 деген, S2 деген түрлері бар. Олар исключение өзі айтқан кезде ғана жазамыз оны. Лекцияға олай жазылмайды негізінен. Так, жай заттардың саны және молекулалық массасы ең ауыр затты анықтаңыз дейді. Так, мына жерде көре салайық. Натрий OH-тың мр 40. P4-іміз 31-ді 4-ке көбейтіп жібереміз. 124 екен. Так, кальций тоже жаттап алдық уже қанша? 100. Енді S8 32-ні көбейтеміз 8-ге. 256. Сонда жауабы 256 әрине. Ең көп 256. Келесі иіс газының сутек және ауа бойынша тығыздығын есептеу. Бұл қай тығыздық бізде? Салыстырмалы тығыздық. D тең M1 бөлінген M2-ге. Иіс газының формуласы бізде иіс газы бізде CO. Оның сутек бойынша тығыздығын тап дейді. Демек біз CO-ның мрін сутекке бөлу керекпіз. CO-ныкі 28, сутектікі 2, сонда 14. Ол бізде А жауап. Байқасақ, В-да 14 тұр, бірақ литр бөлінген моль деп тұр. Біз айтқанымыз салыстырмалы тығыздықтың өлшем бірлігі жоқ. Сол себепті жауап А, В қате болады. Келесі ауа бойынша салыстырыш дейді. Ауа. Так, иіс газы 28, ауаныкі 29. Сонда бізде 28-ді 29-ға бөліп жіберсек 0,965 жуықтап 0,97. Бұның да өлшем бірлігі жоқ, сол үшін жауабы С болады. Бұл салыстырмалы тығыздыққа байланысты. Бірінші газ міндетті түрде алымына жазылады бірінші болып үстіне, екінші газымыз астына жазылады. Келесі, массасы 450 грамм сильвиниттің молекула саны. Ең алдымен сильвиниттің формуласын жазылайық. Натрий хлор көбейтілген калий хлор. Бізге қазір осының мр керек болады. 23 қосу 35-те 5, қосу 39-да 5, қосу 39 калийдікі, 39 хлордікі бізде қанша? Так, мына жерде өшіреді мынау. Тұра берсінші, хлор 35-те 5. Так, бізде қанша шығады сонда? 23, 71 и 39. 133 шығады. 133 мр. Енді кешегі формаға салсамыз, кешегі бағанағы айтқан М N бөлінген NA. Масса бар бізде 450, бар 133-іміз мр. Молекула саны жоқ, бірақ NA тұрақты шамайы 6,02, оның 23 дәрежесі. Енді табайық. 450-ді көбейтіп аламыз 6,02, оның 23 дәрежесіне, бөлеміз 133-ке. Так, 450
көбейтеміз 6,02 бөлеміз 133. Сонда бізде шығады 20,36 оның 23 дәрежесі. 20,36 оның 23 дәрежесі. Бірақ ответпелеп кетіп қалсақ қате болады. Себебі бізде байқасақ үтір жылжып тұрған жер бар. Міне 2,036, 2,036. Демек солға жылжытамыз. 2,036. Жаңа айттық қой біз, үтірді солға жылжытқан сайын дәреже артады. Биді еске аламыз, қолды еске аламыз. Солға бір үтір қайырсақ, біреу қосамыз. Демек мына жер 24 болады. Сонда мына жауап Д жауабы дұрыс. Вот мына жауап қате болады. Түсінікті ма? Сол үшін үтір қайыруды да естен шығармайық. Міне осымен нұсқа талдауымыз аяқталды, апталық талдауымыз. Түсінбеген жерлеріңіз болса тағы да видеоны артына қойып, асықпай қайталап қайта көріп тыңдаймыз. Сабақта тағы да сұрасақ болады. Жақсы, сау болыңыздар.